бір ұшы альфа жазықтығында жататын альфа жазықтығын сызып алайық. Бір ұшы альфа жазықтығында, мынау альфа жазықтығы, иә? Бір ұшы альфа жазықтығында жататын, ал екінші ұшы альфа жазықтығынан 4 см қашықтықта. Екінші ұшы альфа жазықтығынан 4 см деп алайық. Мынау 4 см деп алайық, осы 4 см қашықтықта, екінші ұшы қашықтықта жататын кесіндінің ортасынан альфа жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңдар. Яғни мынау кесіндінің ортасын белгілейміз. Және осының альфа жазықтыққа дейінгі қашықтық неше сантиметр екенін табыңдар дейді. Яғни бұл кесіндінің ортасы, яғни мына ортадан жазықтыққа дейін ара қашықтық 2 сантиметр болады. Мысалы, біз мынаны А, В кесіндісі деп алатын болсақ, А нүктесі альфа жазықтығында жатыр. Одан С нүктесі мен А, В нүктесі 4 сантиметр болатын болса, мысалы, А, С нүктесі, А, С кесіндісі 2 сантиметрді құрайды екен. Ал енді келесі 2-де 33-ші есеп. Бізде кесіндінің ұштары жазықтықтан 3 сантиметр және 7 сантиметр қашықтықта орналасқан. Біз бірінші жазықтықты сызып алайық. Жазықтық. Осы жазықтыққа 3 сантиметр, мынау жазықтықтан, мысалы, жазықтықтан 3 сантиметр және 7 сантиметр қашықтықта. Мынау жазықтық, е, жазықтыққа 3 сантиметр, 3 сантиметр және перпендикуляр болып түсу керек деп айтып едік қой. 3 сантиметр және 7 сантиметр болып түсу керек. Мынау 3 сантиметр, мынау 7 сантиметр. Қашықтықта орналасқан кесіндінің ортасынан, мынау А және В кесіндісі беріліп тұр бізде. Мынау жазықтықтан 3 сантиметр, жазықтықтан 7 сантиметр А, В кесіндісі берілген деп белгілеп алсақ болады. Кесіндінің ортасынан жазықтыққа дейінгі қашықтықты табыңдар дейді. Яғни жазықтыққа бұл перпендикуляр болып түсу керек, 90 градусты құрап түсу керек. Яғни мынау кесіндінің ұзындығын тап деп тұр. Қашықтықты табамыз. Так, мұнда кесінді мен жазықтық қиылыспайды. Мынау кесінді мен жазықтық қиылыспайды деп. Тек мынау ортасындағы нүкте мен жазықтықтың арасындағы ара қашықтықты тап дейді. Бұл жерде бізде тік бұрышта трапеция пайда болды. Трапецияның табандары 3 және 7-ге тең. Бізде трапецияның орта сызығы пайда болды. Орта сызығын табу А плюс В бөлінген 2. Бізде осындай формула бар. Яғни трапецияның орта сызығын табу үшін бірінші табаны мен екінші табанын қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 10 бөлінген 2 тең 5 болады екен. Жауабы 5.